Сәлем достар, бүгін біз Code раунд 927 дивизион 3-ті талдайтын боламыз. Осы раундта A-дан G-ға дейін тапсырмалар болған, бірақ осы бейне жазуда A тапсырмасынан F тапсырмасына дейін талдау болады. Есеп шарттылардың орыс не ағылшын нұсқаларымен сіздер codeforce.com сайтында таныса аласыздар. Бірақ мен тапсырма шарттарын қазақ тіліне аударған. Және де сонымен талдайтын боламын. Осы презентация, талдауы бар презентация. Менің ашқан Telegram каналында жүктеледі. Және де түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе ұсыныстарың болса, осы есептерді талқылау чат оған кіріп, ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жазуға болады. Мен оларды оқып, сізге жауап беремін. Тапсырма A, шипы монеты. Шектеулерге қалсақ, ол бізде 1 секунд 512 мегабайт. Шипы монеты. Бізге n символы бар массив берілген. Dot ол бізде бос орын, add символы бізде тиын, және де астерикс символы ол бізде бөгет. Массивті бір санынан бастап нөмірлейміз. Біз бір индексінен жолымызды бастаймыз. Қазіргі индексімізді +1 немесе +2-ге арттыра аламыз. Осыны секіру деп атайық. Біз секірген кезде индексте тиын бар болса, оны ала аламыз. Сосын секіруді жалғастырамыз. Ал сол жерде бөгет болса, біз сол индекске секіре алмаймыз. Ал бос орын болса, сол жерге секіре аламыз, жолымызды жалғастырамыз. Демек, сол жерден тиын ала алмаймыз. Және де тапсырманың басты сұрағы максималды қанша тиын жинай аламыз. Қандай заттарға назар аудару қажет? Демек, осы тапсырма туралы ой қозғағанда, біз массив элементтері бойынша қозғалу операциясы тегін және осы қозғалу саны шектеусіз екенін ұмытпауымыз керекпіз. Яғни, массив бойынша біз қаншада қозғаламыз. Демек, оның шетінен де шыға аламыз. Бірақ, оның аса мағынасы жоқ. Себебі массивтің, демек, біздің жолымыздан біз ара қарай кетсек, сол жерде тиындар болмайды, және де сол жерге баруға ешқандай тиімділігі жоқ. Екінші зат ол күшіміз максимум +2 элементке секіруге жетеді. Ол қандай ойға жеткізуі мүмкін. Яғни, біз бөгетке келгенде, демек, 101 секіру жасақ, біз қазір бөгетте болсақ, жай осы бөгетті +2 секірумен өте аламыз. Үшінші ой ол бөгет жоқ жағдайда +1 секіру тиімді. Демек, жай ғана массив бойынша тікілей жүру. Төртінші ой ол бөгет кездескен кезде +2 секіруге тырысамыз. Әлі де бөгет жолымызда болса, жолымызды сол кезде аяқтаймыз. Бесінші ой ол тапсырманың сұрағын екі қатарлас бөгетке дейінгі тиын санына айналдырамыз. Яғни, біз екі символдан көп қатар жүретін тізбекті кездестірсек, сол жерде ойынымызды қоямыз. Себебі екі бөгет тұрса, қатар, біз олардан секіріп өте алмаймыз. Себебі күшіміз тек +2 элементке секіруге жетеді. Ал енді
одан бұрын біз жолымыздағы барлық жерлерден, элементтерден жай ғана қозғалып өтсек, плюс 1 секірумен, немесе бір бөгет кездессе плюс 2 секірумен, біз оған дейінгі осы екі қыдырас бөгетке дейінгі барлық тиындарды жинай аламыз. Оны қалай екенін көрсетсем. Мысалы, осы жағдайда оның символы бар массив. Қызыл дегенім ол менің тиімді секірулерім. Біріншіден мен осы жерде секіремін. Сосын осылай біртіндеп жүре беремін. Яғни осында бөгет кездескенде мен оны плюс 2 секірумен айналып өтем. Онда мен 3 тиынды аламын. Осы нүктеге дейін жетемін. Және де әрі қарай секіре алмаймын. Демек, плюс 1 секіруім мені бөгетке апарады. Плюс 2 секіруім мені де тағы да бөгетке апарады. Және де әрі қарай мен өз жолымды жалғастыра алмаймын. Жауап 3 болып қалады. Ал осы мысалда бізде ешқандай бөгет жоқ. Сол үшін біз әрдайым плюс 1 секірумен барлық тиындарды жинап аламыз. Жауабы 4 болып қалады. Осы мысалда біз плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1 секірумен алғашқы осы элементтерді аралап шығамыз. Яғни 3 тиынды жинаймыз. Ал мұнда тұрған тиындарды біз ала алмаймыз. Мұнда тұрған. Себебі мұндағы бөгеттер бізге осындай мүмкіндік бермейді. Плюс 1 секіруіміз бөгетке қадалады. Плюс 2 секіруіміз де бөгетке қадалады. Сол үшін біз тапсырманы осы екі қатарлас бөгетке дейінгі тиын санына айналдырдық. Осы мысалдардан оны көре аламыз. Және де ол оңай дәлелденеді. Демек, біз осындай код жазамыз. Ол C++ мысалы. Бөгетті кездестірсек, курб айнымалысын бірге арттырамыз. Ал ол болмаса, оны нөлге теңестіреміз. Кур 2-ге тең болған кезде стоп нүктесін, демек стоп элементін I деп белгілейміз. Және де брейк жасаймыз. Осы циклден. Әрі қарай жай біз осы стоп элементіне дейін осы add символын, демек тиындардың санын санаймыз да, оны жай шығарамыз. Демек, бізде жалпы есептің асимптотикасы, осы кодтың асимптотикасы бізде тең болып келеді. Екінші тапсырмаға келетін болсақ, ол бізде календар чай деп аталады. Шектеулері 2 секунд, 256 мегабайт. Календар чайы. Бізге n элементі бар A массиві берген. AI элементі 0 уақытынан бастап әр AI рет онымен қолдануға мүмкіндік береді. Біз есеп шарты бойынша апокалипс тудыру үшін барлық AI элементін қолдануымыз қажет. Біз оларды берген реті бойынша кезек-кезекпен қолдануымыз керек. Қай уақытта ең соңғы элемент қолданылады деген сұрақ. Қандай заттарға назар аудару қажет? Және қандай қойларды қозғау керек? AI санының қолданылған уақыты
t саны болса, t модуль ai нөлге тең болуы керек. Осы шарт орындалады. Қазіргі қолдану керек элемент ai болса, ал ai-1 қолдану уақыт t болса, не істеуіміз қажет? Және де ai элементтің қолдану уақыты t тең t бөлу ai плюс 1 көбейту ai формуласымен есептеледі. Неге? Егер t модуль ai нөлге тең болмаса, сонда t модуль ai тең 0 ең жақын мәнін алу керек. Сонда t тең t бөлу ai қосу 1 көбейту ai формуласы шығады. Мұндағы бөлу ол C++тағы бөлудей, немесе Pythonдағы осындай бөлу. Демек, тек бүтін мәнін алғанда. Демек, қазір сан бөлінбесе, біз 10 плюс 1 қосып, оны ai санына көбейтіп, осындай формула шығады. Егер t ai санына бөлінсе, сонда t санына жай ғана ai санын қосамыз. Сонда ол ең жақын қалдықсыз бөлінетін мәні болады. Ал алдыңғы t санын алмау себебі бір t уақытында екі массив элементі қолдана алмауымыз. Сонда тағы да t тең t бөлінген ai плюс 1 көбейтілген ai формуласы шығады. Екі жағдайда да формула 1 болғандықтан, жалпы формула t тең t бөлінген ai плюс 1 көбейтілген ai деген шығады. Код сілтемесі осында, асимптотикасы ол тең болып келеді. Міне, жай ғана осы формула. Сонда оны шығарамыз. Әрі қарай бізде C тапсырмасы LR остатки деп аталады. Шектеулері 2 секунд 256 мегабайт. LR остатки. Бізге n элементі бар A массиві берілген. Олардың көпейтіндісін m модулімен шығару керек. Бізге тағы n символы берілген. Ол n операцияны сипаттайды. Операциялар біріншісінен кезек-кезекпен жүреді. Символдары L немесе R-ге тең болады. L деген бірінші элементті A массивінен өшіру. R деген соңғы элементті өшіру. Әр операциядан кейін қалған массив көпейтіндісін m модулімен алып шығару қажет. Демек, жалпы бізде n операция бар. Және әрбір мысал үшін біз n жауап шығаруымыз қажет. Қандай заттарға назар аудару қажет? Алдыңғы операциясының жауабын сақтап, қазіргі операциясының жауабын біз біле аламыз. Өшіру операциясының орнына керісінше жауапты арттырсақ, ол бізге тиімді болады. Неге? Бірінші ойды дәлелдеу үшін берілген мысалды қарастырайық. n тең 4, m ол бізге 6-ға тең болады. ai сандары мұнда берілген. Және бұл біздің операцияларымыз. Бірінші жауапты есептеу бізде солай шығады. 3 көбейту 1 көбейту 4 көбейту 2. Мұны модуль 6-ға алсақ 0 шығады. Және де қалған қадам жауаптары дәл осылай шығады. Тек қана операциялық сүйеніп, мысалымда L операциясы, мен 3 санын осы жерден өшіремін. Және де қалған көбейтіндісін мен 3 санымен бөлек санаймын. Санынан бөлек санаймын. Мысалы, осы жерде мен 3 санын өшірдім. 1, 4, 2 сандарын көбейттім де 6 модулімен 2-ні шығардым. Үшінші жауапты есептеу дәл солай, тек қана 2-ні өшіремін, мұнда 4-ті өшіремін. Болды.
яғни бізде 3 көбейту 1 көбейту 4 көбейту 2 мәні болғанда 1 көбейту 4 көбейту 2 мәнін қалай алуға болады? Жай ғана өшіретін сан. Мысалы, екінші жауапты есептеген кезде осы 3 сан өшірілсе, біз одан алдыңғы көбейтіндіні жай 3-ке бөліп тастаймыз да осы 3-тен құтылып аламыз. Сол үшін жауап жаңарту тек бір операцияда есептеледі. Сан өшірсе, біз мыналардың көбейтіндісін санай береміз. Әрдайым санай беруге біз n операция кетірмейміз. Біз тек қана бір санды өшіріп, тек қана бір операциямен жауапты жаңарта алсақ. Бірақ ол да оңай емес. Неге? Екінші ойды дәлелдейік. Алдыңғы тәсіл бойынша біз жауапты жаңарту үшін өшірілген санға көбейтіндіні бөлетінбіз. Бірақ ол тек мысалдарда жұмыс істеуде. Массив элементтерінің мен элементтер санын табу мәніне қарасақ, олардың көбейтіндісін сақтау қиын екенін түсінеміз. Оның 4 дәрежесі және онынан 5 дәрежесі. Ол тым үлкен сан. Бірақ m мәні оның 4-ші дәрежесінен асайтынын ескерсек, біз көбейтуден шыққан мәнін әрдайым модульге ала отырсақ, ол оның 4 дәрежесінен әрдайым кем болады. Және де оны сақтау оңай. Осыны сақтайтын мән толып кетпей, ешқандай қате туғызбайды. Демек, мысалға көрсетсем, біз 3 көбейту 1 көбейту 4 деп алғанда, 12 мәні бізде 6-дан асуда. Сол үшін біз модуль бойынша 6-ға аламыз. Ол бізде 0-ге тең болады. Және де ары қарай оны көбейте береміз де модульден асса, оны тағы модульге аламыз. Осы ереже әрдайым орындалады. Модульдік арифметикаға сүйенсек. Әрі қарай. Бірақ ол басқа мәселе тудыруы мүмкін. Себебі модульдік арифметикаға сай x модуль m бөлу y тең x бөлу y модуль m шарты әрдайым орындалмайды. Осы жерде m модульге алатын мән, y өшірілетін сан, x жаңарту керек жауап. Демек, менде осы жерде жауабым 0 болса, мен осы нөлді 3-ке бөліп 0 аламын. Бірақ менде келесі жауабында 2-ге тең. Демек, бөлу операциясы осы жерде жұмыс істейді. Ал неге мен осы 24 мәнін сақтай алмайтынын мен осы жақта көрсеткен. Сандардың көбейтіндісі тым көп және де айнымалының толып кетуін және қатені туғызуы мүмкін. Бірақ біз осы мәселеден шыға аламыз. Модульдік арифметикаға сүйенсек, a модуль m көбейту b модуль m тең болады a көбейту b модуль m. Деген шарты ақиқат, біз оны есеп шығаруда қолданамыз. Жауапты өшіру операциясы емес, керісінше көбейту операциясы алмастырамыз. Демек, біріншіден барлық сандарды өшіріп, сосын кезекпен көбейтіп отыруға болады. Есептеу мысалы. Біз біріншіден осы барлық операцияларды орындап, сандардан құтыламыз. Демек, осы L, R, L операциясы орындағанда, біз біріншіден 3 сан, содан кейін 2 сан, содан кейін 2 сан, 4 сан, содан кейін 1 санын
мынаны құтыламыз. Демек, осы операцияны орындағаннан кейін бізде сондай сан арқылы. Демек, төртінші жауапты есептегенде мен жай бір ғана сан 6 модуліне аламын. Үшінші жауапты есептегенде 1-де 4 көбейтіп, оны 6 модульмен аламын. 4. Екінші жауап менде 1 көбейту 4 көбейту 2 модуль 6. Және де бірінші жауап осылай есептелінеді. Сосын жай ғана реверс жасап, мен осы жауаптарды шығарамын. Асимптотикасы O-тен болып келеді. Және кодын жерге қарауға болады. Операцияларды рет бойымен орындаймыз. Бұрамыз. Осылай көбейтіп, сол кезде де модульге алып, сосын ғана оны жауапқа енгіземіз. Реверс жасап, оны шығарамыз. Келесі есеп ол тапсырма D. Карточная игра деп аталады. Шектеулері 2 секунд, 256 мегабайт. Карточная игра. Бізге N саны мен 2 N карта берілген. Бір карта 2-ден 9-ға дейін ішіндегі бір цифрадан, және де CDHC ішіндегі бір әріптен құралған. Берілген карталардың барлығы әртүрлі. Әріптері бірде 2 картадан цифрасы артық, карта цифрасы кем картадан басым болады. Олар бір жұп құрайды. Және де CDHC ішіндегі бір әріп супер әріп болып табылады. Ол оған тең емес барлық басқа символдан басым. Тіпті цифрасына қарамай ақ ол да жұп құрай алады. Осы супер символ бізге мысалдарда беріледі. Осындай жұп құрау мүмкін вариантын жауап ретінде шығару керек. Ал егер мүмкін болмаса, impossible сөзін шығару қажет. Есепті қалай шығара аламыз? Берілген карталарды біз әріптері бойынша топтарға бөлсек. Осы топтар саны 4-тен аспайды. Себебі картаның тек 4 түрі бар. Әріптеріне қарасақ. Және де осы 4 түрінен бірі доминациялайтын, демек супер әріп. Осы мысалы қарастырсақ, бізде 4 жұп құрау керек. Демек 8 карта берілген. Супер символ бізде C әрпі. Орда әріптері бойынша бөліп, санының, цифрасының өсу ретімен қойсақ. D тобында 4D, 5D, 6D, S тобында 4S, 5S, C тобында 4C, H тобында 8H, 9H болып қалады. Ойын бойынша әріптері бір карталарды бірі басқасынан басым болады. Яғни бізде карталар әріптері бойынша бөлініп, сандар бойынша тұрса, өсу ретімен тұрса, біз әрдайым жауап ретінде басынан көршілес 2 картаны жауап ретінде алып отырамыз. Мысалы осылай жұптастырсақ болады. D тобы, S тобы, C тобы, H тобы тұрғанда, біз жай ғана көршілес элементтерді жұптастырамыз. Мысалы 4D мен 5D, 4S, 5S, 8H, 9H. Бірақ осы мысалда 6D мен 4C мәндері жұпсыз қалғанын көреміз. Осы мысалда C мәні, әрпі басым болғаны беріліп тұрса, сол 6D мен 4C мәндерін карталарын жұптастыра аламыз. Осы 6D мен 4C-ді. Неге деп сұрасаңыз, C әрпі бізде супер әріп, оған әрпі тең емес
барлық басқа карталардан цифрына қарамай да басым болады. Қашан және қалай басым мәнмен бірге жұптастырамыз. Ой қозғау сұрақтары. Біз әріптерді топтастырып бөліп едік. Сол әріптерді жұптастырудан кейін жұпсыз элемент қалуының қалай білуге болады? Ойланғыңыз келсе, видеоны паузаға қоя аласыз. Әр сұрақта сол кішкене ойланғыңыз келсе, бірақ мен ары қарай жауаптарын ашып отырамын. Жауабы топтағы элемент саны тақ болса. Демек, осы жерде D тобында 3 элемент бар. S тобында 2 элемент, C тобында 1 элемент, H тобында 2 элемент. Жұпсыз қалған топ бізде саны 2. Ол D мен C. Олардың ұқсастығы элемент санының тақ болу. Демек, мұнда ол 3, мұнда ол 1. Біз оны жұптастырып тұрсақ, яғни толық жұптар қалыптасуы үшін элементтер саты 2-ге бөлінуі тиіс. Себебі біз 2-2-ден жұптастырамыз. Ал элемент саны 2-ге бөлінбесе, біз оны жұптастыра алмаймыз. Бірақ бізде суперсимволдардың бар екенін ұмытпаймыз. Оны қалай шешуге болады? Жауабы, тақ элемент саны бар топқа бір доминантты картаны қоссақ болады. Демек, осы жерге 6D мен 4C-ді бірге қосамыз. C бізде доминантты карта. Сол үшін 6D мен 4C-ді біріктіреміз. Жауап қашан impossible мәнін қабылдайды? Жауабы, үстіндегі операциялардан кейін элемент саны тақ топ қалса. Демек, осы мысалда C тобы болмаса, яғни C тобы бар карта бізде мүлдем болмаса, жауабымыз impossible болушы еді. Себебі барлық осы доминантты карталарды қосу деген операциялардан кейін бізде әлі де D тобы бос қалады. Яғни осы топ болмаса, мынау 6D картасы жұпсыз қалады. Сонда жауабы impossible болып шығарылады. Міне оның реализациясы, коды және де асимптотикасы n log n болып табылады. Себебі осы есепте set структурасы қолданылды. Демек, осы жерде тексеріс суперсимвол болса, біз жай ғана оған өте аламыз. Суперсимволдарды сосын жай қарастырамыз. Басқа тәсілмен. Жай символ болса, ол 2-ге бөлінбесе, және де суперсимволдар бізде жоқ болса, жауабымыз жоқ деп белгілейміз. Тілек жасап, жай impossible деп шығара саламыз. Ал 2-ге бөлінбесе, жай енгішін аламыз да карталарды. Оны жұптастырамыз сонда. Және де суперкарталардан біреуін өшіреміз. Сонда, демек, осы жерде біз, осы циклде біз супер картадан басқа, демек, супер әрпі бар карталардан басқа топтарды жұптастырдық. Демек, сонда тек vg.size, демек, супер карта бар бос қалған
элементтер саны екіге бөлінетіндігін тексереміз. Бөлінбесе фолзи белгілейміз, себебі суперкарталарға көмектесетін ешкім жоқ. Олардан басым ешкім жоқ. Сондықтан жауап false, impossible болып қалады. Ал жауап бар болса, жай оны шығарамыз. Синтотика НЛН болып қалады. Финальный отчет тапсырмасы, тапсырма Е. Шектеулері 2 секунд, 512 мегабайт. Финальный отчет. Бізге n цифрадан құралған сан берілген. Ол бір таймердің уақыт көрсеткіші. Осы таймердегі уақыт әрдайым бір санына келмейді. Таймердегі бір цифраның ауысуы бір операция. Мысалы 42-ден 45-ге, 42-ден 41-ге алмасуының құны бір операция. Себебі тек бір цифра өзгереді. Ал 40-тан 30-ға алмасуының құны 2 операция. Себебі 2 цифра өзгереді демек. 4 3-ке өзгерілді, 0 9-ға өзгерілді. Таймердегі көрсеткіш 0-ге жеткенге дейінгі қанша операция жұмсалады. Жауап тым үлкен болуы мүмкіндігіне назар аудар. Әрбір есептердің мысалдары көзқарас сайтында бар. A тапсырмасы, B тапсырмасы, C тапсырмасы, D тапсырмасы, және де мынау E тапсырмасы. Міне. Осы сөздер бізге жауаптың тым үлкен болуын айтуда. Яғни, есепті қалай шығара аламыз? 42 мысалын қарастырсақ. Осы жерде де ойлансаңыз болады. Цифрлары қандай мән қабылдай алады? Пауза қойып, ойлансаңыз. Жауабы осындай. Осы цифра бізде 1, 2, 3, 4 цифраларын қабылдай алса, 2 цифра, ең соңғы цифрасы бізде 0-ден 9-ға дейін мағыналарды қабылдай алады. Демек есепті қалай шығара аламыз? Осы мысалда соңғы цифра 42 рет өзгерсе, бірінші цифра 4 рет өзгереді. 42 плюс 4 46. Бұл жауап. Соңғы цифраның 42 рет өзгеруі неге байланысты? Себебі осы 0, 1, 2, 9-ға дейінгі циклды біз 4 рет өтеміз. 4 рет өту себебі алдындағы цифр тек қана 4 мән қабылдай алуы. Демек ол 40. Және де біздің осы жақтағы 2 санымыз бар. Оны қоссақ 42. Ал осы сан тек қана 4 мәнін қабылдаса, плюс 4 жасаймыз да 46 жауабы шығады. Мысалы берілгендей, осы 42 жауап 46. Қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Тапсырманың шартында айтылғандай, жауап тым үлкен болуы, 400 мың цифры бар мәнді санды сақтау бағдарламау тілдерінде сақтау мүмкін емес. Сол үшін біз санды стринг түрінде сақтаймыз. Стринг типінде. Ал осы стринг типтерін қосу, азайту не басқа арифметикалық операцияларын жасау қиын. Жауапты қалай санасақ болады? Бақылау жасап біз ережені көре аламыз. Оны осы мысалда қарастырсақ. 5 символы бар сан. 5 цифрасы. 1, 2, 3, 4, 5. 12.345. Барлық цифрлердің суммасы 10 санына модульге алсақ,
жауаптың соңғы цифрасы шығады. Демек, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 мәнін 15. Оны 10-ға мөлдеге алсақ, 5 саны шығады, және ол қарасақ, жауаптың дәл соңғы цифрасы. Келесі цифраны алу үшін қазіргі сумманың 10 санына бөлуінің бүтін мәнін қосамыз. Содан кейін осы суммадан соңғы цифрын азайтамыз. Әрі қарай осы алгоритмді қолданамыз. Осы жерде жазылғандай жай 15 суммасын аламыз. 15-ті 10-ға бөлуге аламыз, 5 шығады. Әрі қарай дәл сондай есептеу керек. 15-ті 10-ға бөліп, 1 аламыз, сосын сумманы біз өзгертеміз, жаңартамыз, сол 15 плюс 1, демек осы мәнді қосамыз, және де қазіргі осы тұрған жауаптағы емес, мынау жақта шыққан емес, осы шыққан цифраны жауабынан азайтамыз, және де осы мәнді қосамыз. 11 шығады. 11-ді модульмен 10-ға алсақ, ол 1, және де солай осы алгоритм қолданып операция жасасақ, 5, 1, 7, 3, 1 цифрлар шығады. Оларды кері айналдырып, 13715 санын біз аламыз. Осы деген сан оңай. Реализациясында көзқарас submissions бар. Асимптотикасы болады. Кодын қарастырсақ. Міне осы жерде қазіргі сумма саналады. Осы жерде сипатталған операциялар жасалады. Содан кейін жай ғана реверс. Осы жерде кері айналдыру сияқты. Алдыңғы нөлдерді оқыту керек, есеп шартында айтуы тиіс еді. Және жай ғана цифрларын шығарамыз. Есебі асимптотикасы болады. Тапсырма F. Бүгін талданатын ең соңғы тапсырма кормление кошек. Шектеулеріне қарасақ, ол 3 секунд, 512 мегабайт. Кормление кошек. Бізде n мысық бар. I мысығы li қадамына келіп, ri қадамына дейін бізбен бірге жүреді. Бізде n қадам бар. Барлық мысықтар тек осы 1-ден n-ге дейін қадамда орналасқан. 1-де n-де кіреді. Осы жақшалардан көруге болады. Біз J қадамында барлық мысықтарды тамақтандыра аламыз, немесе әрі қарай жүре береміз. Ол бізде біздің операциямыз. Операциялар шектеулі. Олар біз n-нен көп операция жасай алмаймыз. Себебі тек n қадам бар. Бір қадамда тек қана бір операция. Және де операция орындау маңызды. Демек, басында қате айтып жазып бізде n операция әрдайым болу керек. n қадам. J қадамында, J бізде осы аралықта жатыр. Біз барлық мысықтарды не тамақтандыра аламыз, немесе оларды тамақтандырмай әрі қарай жүре береміз. Максималды қанша мысықты тамақтандыра аламыз. Бірақ есептің шартында айтылғандай, бір мысық 2 рет тамақ жемеуі керек. Бірден артық болса, оның денсаулығына зақым тиеді. Қалай шығаруға болады? Біз Dynamic Programming әдісін қолданамыз. Осы мысалды қарастырамыз. 15 қадам бар, 6 мысық, бірінші мысық, екінші қадамнан 10-шы қадамға дейін, екінші мысық, үшінші қадамнан 5-ші қадамға дейін, үшінші мысық, екінші 4-тен, 7-ден 7-ге, 8-ден 12,
11, 11. Оны оңай қарастыру үшін біз оны суретке түсірсек. Мен орда сызық түрінде суретке салдым. Міне, бірінші мысық, міне, 2-ден 10-ға дейін. Осы осьтегі, X осіндегі ол менде қадамдар. Мынау екінші мысық, 3-ден 5-ке дейін, 2-ден 4-ке дейін, мынау үшінші мысық, 4, 5, 6. Және де осы жауапты санайтын массивті мен dp деп атасам, dp массивінің ең соңғы элементі менде жауап ретінде қабылданады. Демек, осы максималды қанша мысық тамандыра аламыз деген жауапқа жауап беруі тиіс. Деген сұраққа жауап беруі тиіс. Осы dpi I нүктесіне дейінгі максималды жауап. Оны қалай санауға болады? Демек, 2 нүктесіне дейін біз максималды 2 мысықына тамақтандыра аламыз. 3 нүктесіне дейін біз максималды 3 мысықты тамақтандыра аламыз. Демек, осы жерде тамақтандырмай, тек осы жерде тамақ берсек. Осы жерде де 3. Демек, себебі мұнда 3 рет тамақтандырдық. Осы жерде де, осы жерде де, осы жерде де. Мұнда 4 деп жауап қабылданбайды. Себебі біз 7-ші мысықты тамақтандырсақ, 7 қадамында орналасқан мысықты тамақтандырсақ, осы 2-ден 10-ға дейін мысық та тамақтанады. Ал ол осы жерде өз тамағын жеген. Яғни сондай жауап қабылданбайды. Және осы үш жауабы максималды мұнда қала береді. Осы жерге де 3 болып қала береді. Бірақ осы 11 қадамында жауап жаңартылады. 5-ке тең болады. Яғни мен осы жерде 3 мысықты тамақтандырдым. Осы жерде 2. Және де әрбір мысық тек 1 рет тамақ жеді. Немесе бірден артық емес. Осы мысық бізде ештеңе жеген жоқ. Осы dpi I нүктесіне дейінгі максималды жауап. Оны қалай санауға болады? dp 0-ге тең болады. Себебі 0 нүктесінде 0 мысық бар. Есептің шартында айтылғандай, мысықтар тек бірден n қадамына дейін орналасты. dpi тең болады максимум current кэтісына қосу dpj-1 және де dpi-1. Осы жерде I қазіргі қарастырылатын нүкте, демек қадам. Current кэтіна ол осы I нүктесінде бар мысық саны. J қазіргі мысықтарды минималды кірген нүктесі, яғни минималды L ол мысықтың енген қадамы. Демек, L кішінен I-дан, бірақ I кішінен R шарты орындалатындай. Ең минималды L. Себебі бір мысық 2 рет тамақ жемеу үшін біз қазіргі мысықтардың кірмейтін ең үлкен, бірақ I айнымалысынан кіші мәнді алуымыз қажет. Сол мән префикстағы максималды жауап алуы тиіс. Себебі біздің мақсатымыз тамақтырылған мысық санын арттыру. Яғни, осы жерде біз жауапты қалай санай аламыз? Осында орналасқанда 11 нүктесінде current кэтісінен бізде айнымалысы 2-ге тең болады. dpj-1 бізде 3-ке тең болады. Ол осы мән. Себебі қазіргі 11 нүктесінде қадамында әлі бар мысық, осы 7-ші қадамда
олардың ешбіреуі болмаған. Сол үшін осы жерге дейінгі максималды жауапты алып, оларды қоссақ, 3 қосу 2, бізде 5 жауабы шығады. Және де оны dpi минус 1-мен салыстырсақ 3. Оның кем болатынын түсінеміз де 5-ті ала береміз. Әрі қарай жүріп. Бізде код осында бар, және де оның асимптотикасы O n log n болып табылады. Оны қарастырсақ, ол бізде осында болады. Демек мен жыныстардың енген қадамдарын санаймын, енгіземін, осы қадамға кірген санаймын, осы қадамға кету керектігін сақтаймын, және де мультисет көмегімен осы dp'лерді санау өте ыңғайлы болады. Демек, жай жазылған бар. Осы current sum айнымалысы осы жерде s size деген мен ауыстырылған. Демек, қазіргі current num айнымалысын білу үшін ол менде жай ғана s мультисетінің өлшемі. Демек, қанша элемент мультисетте бар, соншама қазір осы қадамда мысық әлі де бар. Мысықтарды мультисетке осы жерде қосамын, ал осы жерде өшіремін. dp дәл презентацияда көрсетілгендей сан алады. Сонда жай dp n-ді шығарамыз. Ол бізде ең соңғы қадам. Назарларыңызға рахмет, достар. Бірден түсініксіз болса, әлі де түсіндіру керек болса, мен сабақ алдында көрсеткен есептерді талқылау чатына кіріп, сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Ұсыныстарыңыз болса, кіріп жаза беріңіз. Мен барын оқып, жауап беремін. Барыңызға рахмет. Telegram каналға, чатқа сілтемелер YouTube парақшамда болады.